Гормондардың кестесі 4 пен 6-ның аралығында бізде бақыт гормоны серотонин бөлінеді. Сағат 6 мен 7-ның аралығында кортизол гормоны, яғни стресс гормоны бөліне бастайды. Бұл кезде ұйқыдан тұрып кету өте маңызды болып табылады, және осы аралықта таңғы уақытта су өте маңызды. Одан кейін 7-ден кейінгі ұйқы бізге пайда келмейді. Сағат 8 пен 10-ның аралығында бізде стероидный гормондарымыз, яғни жыныс гормондары бөліне бастайды. Бұл уақытта йогамен айналысу немесе жаттығулармен айналысу ағзаға өте пайдалы болып табылады. Сағат 10 мен 14 аралығында нейрогормондар бөліне бастайды. Бұл кезде жұмыс жасауға және ой қабілетімен айналысуға өте қолайлы уақыт болып табылады. Сағат 14:00 мен 16:00 аралығында бізде өсу гормоны, яғни гормон роста бөлінеді. Осы кезде 30 минут ұйықтап алатын болсаңыз, бұл сіздің жастығыңыздың ұзаруына өте үлкен көмектеседі. Және де сағат 17:00-де бізде гормон кортизол түсе бастайды. Бұл кезде спортпен айналыспаған абзал. Керісінше бұл кезде серуендеу немесе таза ауада тынығу өте пайдалы эффект береді. Сағат 21:00-де мелатонин гормоны, яғни ұйқы гормоны бөліне бастайды. Бұл кезде ағза ұйқыға дайындалады. Сағат 22:00-де бізде эндорфиндер бөлінеді. Эндорфиндер өз жұмысын бастаған кезде организмнің ұйқыда